Иса өзін құдаймын деп мәлімдеді. Бұл екі баламаға кептірейді. Оның жасаған мәлімдемелері не ақиқат, не жалған болғаны. Егер оның мәлімдемелері жалған болса, тағы екі балама бар. Бірінші, ол мәлімдемелердің жалған екенін білді. Не екінші, оларды жалған екенін білмеді. Егер ол тәлімдерінің жалған екенін білген болса, яғни оның расында адасқаны. Ал егер ол расында адасқан болса, онда ақылынан алжасқан. Өзін қабықсыз суға қайнатылған жұмыртқамын деп есептейтін адам болғаны. Бірақ біздің тағы бір баламамыз бар. Естеріңізде ме? Исаның мәлімдегендері не жалған, не шындық болды. Сіз Иса жайында жай адамгершілікті үйретуші ұстаз болған деген қисынсыз әңгімеге тоқталмаңыз. Өзі жайында жасаған мәлімдемеге қатысты ол бізге ешқашан сондай балама қалдырған жоқ. Ал енді егер оның мәлімдемелері ақиқат болса, яғни оның тәңір ие болғаны. Ал егер ол тәңір ие болса, бұл бізді тағы екі баламаға әкептірейді. Бірінші, сіз оны қабылдай аласыз, не екінші одан бас тарта аласыз. Міне дәл осы жерде мен шешім қабылдауым қажет болды. Ақыр соңында сол күні кешкі сағат 8:30 мен өз шешімімді қабылдадым. Мен Исаны тәңір ием және құтқарушым деп қабылдадым, және сенімімді оған артып, оның кешірімін қабылдадым. Иудей семинариясында лекция оқып тұрып, мен осы трилемманы келтірдім. Сонда бір иудей студент былай деді: мен сізбен келіспеймін, мен Исаның Мәсіх Құдай ол екендігіне сенбеймін. Ал мен: сіз оның өтірікші екендігіне сенесіз бе? Жоқ. Сіз оның ақылынан алжасқан екендігіне сенесіз бе? Жоқ. Оның тәңір ие әрі Құдай екендігіне сенесіз бе? Жоқ. Ол мен неге сенетінді білмеймін, бірақ сіздің келтірген трилеммаңызға сенбеймін. Мен оған: тоқтай тұрыңыз, сізде басқа қандай балама бар, егер әрине сіз парасатты пайымдай алатын болсаңыз. Мен Исаның өзін кіммін деп мәлімдесе, ол сол деген қорытынды жасадым. Ал оның мағынасы менің де сіздің де өміріңіз оның қолында дегенді білдіреді.